Кайырлы таң Қазақстан, сіздер мен Астана радиосының шын жүректен құттықтау сазды бағдарламасы. Бүгін күнтізбеде 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні. Елдің игілігі үшін аянбай еңбек етіп жүрген азаматтарды бүгінгі кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларына амандық, қызметтеріне сәттілік тілейміз. Арайлап атқан әрбір таң жаңа күннің жаршысы. Жаңа күн, жаңа ұмтылыс, жаңа мақсат, арман мен үміт, жаңа қадам, жаңа мүмкіндіктер. Әр таңда бақытты күннің бір белгісі болуы керек. Ел президенті мен елімнің ертең ғана емес, бүгін де бақытты болғанын қалайым деді. Біз осы асыл мұраттың жолында қызмет етеміз. Елге адал қызмет, азаматқа міндет. Ассалаумағалейкум. Рахмет. Біз иығында аманат жүгі бар жас ұрпақпыз. Дала қасиетін, баба өсиетін терең сезініп, алаш қайраткерлерінің, аға ұрпақтың арда мұратын жалғауымыз керек. Ақшашты әлгі кісіні күнде таңертең көрем. Көрген сайын сәлем берем. Кейде дудырап тұрған шашымды, кейде қисық тағылған галстугымды түзетуімді сұрайды. Олар да еңбек еткен, енді зейнетін көріп жүр. Оның да мен құралпылас ұлы бар шығар. Біздің дұрыс болғанымызды, атадан озып туғанымызды, олар жете алмағанға жеткенімізді қалайтын болар. Әйтеуір жақсы адам. Ұрпақтар арасындағы сабақтастықтың алтын арқауы үзілмесін. Ақ шарбы бұлттар, ауылымның аспанын есіме салады. Атанамның аппақ пейілі секілді. Атанамның адал еңбекпен ағарған ақ шашындай шарбы бұлттар. Олар бізді өсірді, оқытты, жеткізді. Адал бол, адам бол деді. Кісі баласына қылдай қиянатың тимесін, пайдаң тисін деді. Атаның баласы болма, адамның, елдің баласы бол деді. Баламды медресеге білдеп бердім, шен алсын шекпен кисін деп бермедім деуші еді ғой ақын. Қайда көрсем атам екен, көкейіңде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай онай батады екен. Кең байтақ қазақтың даласы, қасиетті туған жер, қастерлі туған ел, қадіріңе жетсем, қасиетіңді ұқсам, мерейіңді өсірсем деймін. Анам қоңырау шалып жатыр. Күнде осы уақытта қоңырау соғады, себебі дәл осы уақытта әкемді жұмысқа шығарып салады. Ұйқышылдың шынтағы, жалқаудың жамбасы, масылдың мойны жара болады дейді. Жағаңды кірлетпе, жағасын таза ұстай алмаған жігіт жанын да кірлетіп алатынын айтады. Жанын кірлеткен, арын кірлетеді дейді. Әрдайым айтатын ең басты сөзі абай бол балам. Анам абай бол деген сайын мен қарсы алдымда тұрған абайдың мүсініне қарайын. Хакім абай маған талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой деп тұрғандай. Бұл біздің жұмыс орнымыз. Мен мемлекеттік қызметшімін. Мұнда талапсызға, жігерсізге, табансызға, ынсапсызға, қарабасының қамын ойлайтын, өзіне ғана қызмет ететіндерге орын жоқ. Мұндағы басты қағидалар адал ниеттілік, әділдік, ашықтық, сыпайылық, адалдық, адамдарға бағдарланушылық. Әр адамның жұмыс үстелінде жанына жақын бір кітап болады. Менің кітабым Абайдың қара сөздері. Әр күніме бір сөзін мысал етем. Әр күнді, әрбір ісімді сол сөздің таразысына салам. Мәселен, бүгін 37-ші сөзін оқып отырмын. Дана Абай айтады: адамның адамшылығы істі бастағаннан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Демек, мәселенің бәрі ниетте, адал ниеттілікте. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қыл дейді. Адам баласын заман өсіреді. Кім-дегім жаман болса, замандасының бәрі виноват. Абай қоғам өміріне құлшына араласқан, өзі де болыс болған, би болған, заңда жазған адам. Бүгінгі өлшеммен қарасақ, оның да мемлекеттік қызметші болған ғой. Түскі астың да уақыты келді. Өздеріңіз байқағандай, мен әлі бойдақпын. Оқуды бітіргеннен кейін бірнеше жыл талмай жұмыс істедім. Қазір бөлім меңгерушісімін. Әрине, 30-ға таяған жігітке бойдақтық сын. Отанға қызметтің ең үлкені отбасылы болу, бала тәрбиелеу. Неке үлкен жауапкершілік. Елімізде әрбір некенің екіншісі бұзылып жататыны мені қынжылтады. Менің сөзімді естіп қойғандай, өзі де қоңырау шалып жатыр. Болашақ жарым, магистратурасын аяқтауын күтіп жүрміз.
Тағы да фастфудты қанағат тұтып отырғанымды көріп қойды. Әлден ұрсат. Әлденнен ұрсат. Ертең қайтер екен. Өз өміріне, денсаулығына жауапкершілікпен қарай алмаған адам өзінің тіпті қоғамның өміріне жауапкершілікпен қарай алама деп ойлайтын болар. Бәрі дұрыс, жай бүгін уақытым тығыздау болып тұр. Семинар өткізуім керек. Әділетті Қазақстан әр адамның әділетті болуынан басталады. Халықпен жұмыс істеу, қалтқысыз, қиянатсыз еңбек етуді, асқан жауапкершілікті, адамгершілік қағидаттарына беріктікті, білімділік пен біліктілікті, жанашырлық пен түсіністікті, өз ісінің маманы болумен, саған жұмыспен келген адамның ең жақын адамы болуды талап етеді. Ол саған шаруасын айтып келсе, оны есіктен есікке жүгіртуге, басқаға сілтеуге, қандай қиын шаруа болса да, басыңды ала қашуға, төрешілдікке салынуға ешқандай хақың да, моральдық құқың да жоқ. Сен сол үшін мемлекеттік қызметшісің. Бізге халықпен жұмыс істеу осыны үйретті. Біз осы халықтың ішінен шықтық, осы халыққа барынша қызмет етуіміз керек деп білем. Осы үдеден шыға алмайтыныңды сезсең, орныңды өзге маманға босатып бергенің жөн. Ел мен мемлекеттің мүддесі ең ұлы мүдде. Ол бәрінен биік тұруы тиіс. Отансүйгіштік, мемлекетшілдік сана, ұлтжандылық, адалдық пен әділеттілік жаңа қоғамның жаңғалауы. Біздің жаңғалауымыз тарихтан, уақыттан, халықтан, болашақтан ұялу керек. Ар мен намыс азаматтың туы. Елге адал еңбек ету ғана ер азаматтың атын шығарады. Біз жаңа Қазақстанға бет түзеп барамыз. Елдің тағдыры сенің тағдырың. Ұлтына, ұлысына, халқына адал қызмет ете алмаған адамның ұрпақтың қолынан ұстауына рұқсат та жоқ.